Баршаңызға қайырлы күн. Көп адамдар бухгалтердің жұмысы тек қана сандармен байланысты деп ойлайды. Негізінде бухгалтердің жұмысы ең алдымен құжаттардан басталады. Сол құжаттардан алынған сандардан басталады. Тіпті тәжірибелі бухгалтерлердің өзі құжат болмаса ешқандай операция жасамаймыз деп айтады. Неге? Өйткені бухгалтер өз ойынан бірдеңені алып ешқашан есеп жүргізбейді. Ол ылғи да құжаттарға негізделеді. Мысалы, өзімнің тәжірибемде болған нәрсе, ол компанияның қызметкері немесе сату менеджері звондап, Гүлзат, мынандай компанияға 200 мың теңге аударып жіберіңізші, мынандай товар үшін счетный оплатуды, мысалы, құжатты кейінірек береді деп жатады. Оған не деп жауап береміз? Әрине жоқ. Бірінші счетный оплату берсін. Қазіргі таңда әсіресе счетный оплату жасау қиынға соқтырмайтын процесс, телефоннан жасауға болады, мобильдік приложениямен, не болмаса қазір электронды почтада жұмыс істейді, түрлі мессенджерлар жұмыс істейді. Сол себепті ол қиынға соқпайтын нәрсе болғандықтан уақытылы талап етіп отырған дұрыс. Өйткені сіз ол төлемді жасап тастағаннан кейін артынан оны іздестіріп, талап етіп, сұрап, оған жүкеңізді тоздырғанша уақытында талап етіп, жинастырып отырған дұрыс болады. Не болмаса, директор мысалы сізге келіп, біз кеше товар сатып алдық 500 мың теңгеге деп сөзбен ғана айтса, сіз оны да әрине есепке алмайсыз. Өйткені сіз енді сөз жүзінде еш нәрсені есеп жүргізбейсіз. Бухгалтер бұл операцияны есепке алу үшін оның қолында міндетті түрде келісім шарт болу керек. Счетный оплату, накладная деген документ бар, товардың келгенін дәлелдейтін. Акт выполненных работ дейміз, оның электронды түрі де бар, электрондық счет фактура болу керек. Егер де осы барлық құжаттар сіздің қолыңызда болса, онда сіз есеп жүргізуге тиістісіз. Міндеттісіз. Ал егер де құжат жоқ болса, ол құжаттарды міндетті түрде талап етіп отыруыңыз қажет. Енді қазір қысқаша осы құжаттардың түрлеріне тоқтала кетейік. Счет на оплату деген құжат бар. Барлықтарыңыз естулеріңіз бар, оны счет деп айтсақ та, барлық жерде счет на оплату деген ұғым кеңінен тараған. Счет на оплатуда қандай деректер болу қажет, нені тексеру керексіздер. Ең бастысы, счет на оплатуды беріп жатқан компания, мысалы сіздің компанияңыз сатып алушы болса, сол товарды сатушы компания сіздің деректеріңізді, өзінің деректерін қатесіз енгізу керек. Сіздің қандай деректеріңіз? Сіздің бизнес-идентификациялық номеріңіз, BIN дейміз, заңды мекен-жайыңызды кіргізу керек. Егер де осы сатып алу келісім шарт негізінде орындалып жатса, онда сіз сол келісім шарттың номері және датасы енгізілгенін міндетті түрде тексересіз. Сосын кейін сол сатушының өзінің деректерін қарайсыз. Ол сізге міндетті түрде өзінің BIN жазу керек, ол жерде қандай банкке тиесілі екенін көрсету керек. Және де 20 таңбалы өзінің банк шотының номерін міндетті түрде сізге беру керек осы счет на оплатуда. Содан кейін ол жерде код бизнес-идентификации деп айтады, КБЕ дейді, оны 17, 11, жаңағы ТО немесе акционерлік қоғам ба, мемлекеттік орган ба, сақтандыру компаниясы ма, соған байланысты өзі бізде бірнеше жаңағы номерлер бар, соны КБЕ деп соны енгізеді. Және де егер де счет на оплату товарға берілсе, онда код назначения платежа деген бар, сол жаңағы сіздің төлеміңіз не нәрсеге арналғанын көрсететін кодтар, онда бізде товар болса ол 710, қызметтер болса 819, 859 деген кодтар бар. Соның барлығын сіз міндетті түрде тексеруіңіз керек. Және де алып жатқан қызметіңіздің немесе тауардың атауы, өлшем бірлігі, бағасы, құны, егер де там НДС болса, қосымша құн салығы, ол да кіргізілуі қажет. Соны тексересіздер.
Осы деректер толығымен қатесіз жазылған болса счетный оплатуда, онда сол сатушы компания өзінің қолын және мөрмен бекітілген құжатты сіздерге оригинал ретінде жіберу керек. Осы барлық деректер дұрыс қатесіз жазылған болса, сіз бұл құжат бойынша төлем жасауыңызға болады. Және де тағы да бір құжат, ол сенім хат, доверенность дейміз ғой. Сізге сатушы компания счетный оплату бергеннен кейін, сіз сол тауарды төлеген соң, сол тауарды алып кетуге өзіңіздің қызметкеріңізге осы доверенностьті жазып бересіз. Ол доверенностьта сіз өзіңіздің толық деректеріңізді көрсетесіз. Компанияңыздың BIN, заңды мекен-жайын, есеп шотыңыздың банктегі номерін, жаңағы сенімхат өзінің номерімен датасы болу керек, және қанша мерзімге берілгені көрсетілу керек. Сосын сол алып кететін қандай қызметкерге сіз сенімдісіз, сол қызметкердің аты жөні, төл құжатының деректері кіргізілуі қажет. Сол доверенностьті бергеннен кейін ғана сіздің қызметкеріңіз сатушы компанияға барып, сол тауарды сіздің компанияңыздың атына алып кете алады. Енді сол тауарды алып келгеннен кейін тауармен бірге сатушы компания накладная деген документ береді. Накладная на отпуск запасов дейді. Біз көбінесе енді орысша терминдер қолданамыз, өйткені біздің құжаттардың барлығы Қазақстанда білесіздер орысша. Осы накладная на отпуск запасов сол сіздің алған тауарыңыздың атауын, жаңағы өлшем бірлігін, мөлшерін, бағасын, құнын, егер де ол жерде қосымша құн салығы болса, соның сомасын барлығын көрсетеді. Екі жақтың деректері толтырылады, сатушы және сатып алушы, тауарды кім алып кететіні осы накладная деген құжатта барлығы көрсетіледі. Ары қарай бізде, егер де сіз тауар емес, қызмет сатып алған болсаңыз, онда сатушы компания сізге акт выполненных работ береді. Бұның электронды да түрі бар. Бірақ әлі қазір қағаз жүзіндегі нұсқасымен көп қолданамыз. Бұл жерде де екі жақтың деректері толтырылады. Сізге сатушы компания міндетті түрде өзінің деректерін жазады, BIN, заңды мекен-жайын, жаңағы келісімшарт негізінде жасалып жатқан болса, сол келісімшарттың номерін, датасын, осы акт выполненных работтың өзінің номерін, датасын, қандай қызмет көрсетіліп жатқанын, қандай мөлшерде көрсетіліп жатқанын, бағасы, құны, жаңағы қосымша құн салығы барлығы осы құжатқа енгізіліп сізге жіберіледі. Солай бухгалтер тек қана оригинал құжаттарды талап етіп отыруы қажет. Енді осы накладная на отпуск запасов, не болмаса акт выполненных работ, екі жақты қол қойылғаннан кейін, қызмет көрсетіліп, не болмаса товар жеткізілгеннен кейін, осы документтердің негізінде 15 күн ішінде сатушы компания электрондық счет фактура жіберу керек сіздің компанияңызға. Электрондық счет фактурада барлық деректер екі жақтылы да толтырылады. Сіздің банк счетыңыз, олардың банк счеты, сіздің заңды мекен-жайыңыз, олардың заңды мекен-жайы. Бұл құжат ненің негізінде жасап жатқаны жазылады. Акт выполненных работ болса, жаңағы соның номері, датасы жазылады, қызметтің түрі жазылады. Мөлшері, жаңағы ең басты бұл жерде қосымша құн салығы, НДС дейміз ғой. Егер де электрондық счет фактура алмаған болсаңыз, онда сіз өз пайдаңызға НДСті компанияңызға ала алмайсыз. 22 жылдан бастап жалпы ИП, ТО барлығы электронды счет фактура жазып жіберуге міндетті. Сол себепті сіз талап етуге 100% құқылысыз. Сізге сатушы компания тауар жібергеннен кейін, не болмаса қызмет көрсеткеннен кейін міндетті түрде электрондық счет фактураны жіберу керек. Бұл құжат болмаса, сіз бұл шығындарды өз шығын ретінде есебіңізге ала алмайсыз, НДСті өз пайдаңызға кіргізе алмайсыз.
Және де бұл жерде келісім шарт, бұл құжат енді әртүрлі болады. Әртүрлі тауарға, әртүрлі қызметтерге байланысты. Бірақ бәрібірде бұл келісім шартта болатын басты деректер ол сол келісім шарттың номері, датасы, жаңа қай күні жасалғаны, сол шарттың мәні болу керек. Не үшін бұл келісім шарт сіздермен қол қойып жатыр екі жақты. Содан кейін оның бағасы, құны, қай мерзімде орындалу керек или қай мерзімде тауар жеткізілу керектігі, форс-мажорлы мән-жайлар жазылады, қорытынды ережелер, екі компанияның келіскен тағы да басқа шарттары осы келісім шартта көрсетіледі. Соңында екі жақты деректер толтырылады. Реквизиты дейді ғой жаңағы. БИН, заңды мекен-жай, банктік есеп-шот. Сосын қол қоюға мүдделі адамдардың қолдары тұрады екі жақта және мөрмен бекітіледі. Қазіргі таңда келісім шартты электронды түрде де қол қойып жатады. Ол үшін екі компания келісім шарт бекітіп жатса, онда электрондық кілтпен екі жақ қол қояды. Енді қысқаша қорытындылай кететін болсақ, счет на оплату төлеу үшін берілетін құжат. Накладная на отпуск запасов ол тауардың берілгенін растайтын құжат. Акт выполненных работ немесе электронды акт выполненных работ ол қызметтің орындалғанын растайтын құжат. Ал осының негізінде шығарылатын құжат электронды счет-фактура. Егер сіз осы құжаттардың айырмашылығын түсінсеңіз, бухгалтериядағы көптеген операциялар сізге әлдеқайда түсінікті болады. Ең басты ескеретін нәрсе ол бухгалтер әр құжатты түп-түбегейлі дұрыстап тексеріп, қатесін уақытылы тауып, 1С программасына не болмаса басқа есеп жүйесіне дұрыс енгізуі тиіс. Бүгінгі сабақта құжаттар туралы сіздерге қысқа нұсқа мағлұмат бергеніме сенімдімін. Назарларыңызға рахмет. Келесі жүздескенше.